жоғарыдағы телефон номерлеріменен танысатын боламыз. Яғни төтенше жағдайлар дегеніміз қандай да бір оқыс жағдай болған кезде, мысалы біз ауырып қалсақ, немесе полиция қызметінің көмегі керек болған кезде номерлерін жатқа білуіміз керек. Балалар, төтенше жағдай қызмет номерлері қандай екен? Балалар, қандай қызмет? Жедел жәрдем қызметі, балалар. Жедел жәрдем қызметінің номері 103 екен. Қанеке балалар, 103 деген қандай сандардан тұрады екен, көрейікші? Айтайықшы? Ой, жарайсыңдар, керемет. Ал балалар, мынау бізде газ. Егер үйімізде аналарымыз тамақ істеп жатыр, газды байқамай ашып кететін, ұмытып кететін жағдай болған кезде, ол кезде балалар газдың иісі шыққан кезде ешқандай шырпы немесе тоқты қосуға болмайды. Естеріңде болсын балалар. Ал балалар, газ апаты қызметінің номері 104 екен. Ал 104 қандай сандардан тұрады екен, көрейікші? Ой, жарайсыңдар, керемет. Ал балалар, танымыз ба қандай мамандық иесі? Полиция. Ой, жарайсыңдар, полиция. Балалар, полиция бізге қандай кездерде көмекке келеді? Полицияның қызметі керек болған кезде біз 102 деген номерді теруіміз керек. Ал кәнеке, 102 номерін айтайықшы? Ой, жарайсыңдар балалар. Қандай мамандық иесі? Өрт сөндірушілер, балалар. Балалар, өрт дегеніміз не? Өрт дегеніміз бұл от, балалар. Балалар, үйімізде өрт болмау үшін не істеуіміз керек? Дұрыс айтасыңдар, шырпы жағуға болмайды. Сосын топ көздерімен ойнауға болмайды, балалар? Ешқандай бізге төтенше жағдайлардың қызметтері керек болмаған жағдайда біз қоңырау шалмаймыз. Түсіндік па, балалар? Досым жарақат алып қалды. Оған жедел жәрдем қызметінің көмегі керек. Сен қандай номерге қоңырау шаласың? Айтып отыра ғой. Айтамын. Қай қызмет номері? Ой, жарайсың, керемет. Айғаным, егер саған өрт сөндірушілердің қызметі керек болған жағдайда қандай номерге қоңырау шаласың? Тере ғой. Айта ғой, Айғаным.